Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Allah Tağalaga sansız madak, ardaqты пайғамбарымыз Muhammed Mustafa'ga, onun отбасы мен барлық сахабаларына салаваттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аманат сөзі уақытша берілген нәрсеге иелік етіп, қызғыштай қорып, оның негізгі иесіне қайтаруды білдіреді. Аманат адамның бойындағы ең үлкен асыл қасиет. Халқымыз аманат молшылыққа келеді, қиянат кедейлік әкеледі деген. Яғни аманат бұзылған жерде қиянат қанат жаяды. Ондай ортада ынтымақтың іргесі сөгіледі. Берекенің қамалы бұзылады. Аманаттың түрі көп. Ең үлкен аманат адамның жаны. Бұрынғы абыз бабаларымыз Алланың аманатқа берген жанын кезегі келген кезде қайтарамын деп бекер айтпаса керек. Сондықтан да аманат сөзінің астары тереңде жатыр. Бұл адамдар арасында үлкен жауапкершілікті білдіреді. Әсіресе қазақтың күнделікті тіршілігінде бұл ұғым адамшылық белгісі ретінде қолданылады. Халқымыз біреу берсе аманат, қылма оған қиянат деген. Шариғатта аманат деп сенімді адамға өзгенің уақытша сақтауға берген бағалы заттары менен қалдырған мүлкіне айтылады. Аманатқа ешқандай зиян тигізбей, дәл сол күйінде иесіне қайтару міндет һәм сауапты іс. Бұл жағдайда Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: «Я айюхаллазина аману ла тахудуллаха ва расула ва тахуду аманатикум ва антум та'ламун». Ва иман келтіргендер, Аллаға және пайғамбарға опасыздық жасамаңдар. Егер олай істесеңдер, араларыңдағы аманаттарыңа да біліп тұрып қиянат жасайтын боласыңдар деп Анфал сүресінде 27 аятында айтқан екен. Келесі аятта шын мәнінде Алла Тағала сендерге аманаттарыңды өз иелеріне тапсыруларыңды және адамдардың арасында үкім етер болсаңдар, әділеттікпенен үкім етуді әмір етеді. Расында Алла сендерге нендей керемет насихат айтуда. Шүбәсіз Алла толық естуші, бәрін көруші. Ниса сүресі 28 аят. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде «Әддил аманата иля мани таманака вәла тахун ман хон» дейді. Саған сеніп білдіргендердің аманатын тапсыр. Біреу саған қиянат істеген болса, сен оған қиянат істеме десе, тағы да бір хадисінде «Вәлә тәжтамиғул қиянату вәл аманата жамиан». Аманат пенен қиянат бір жерде тұрмайды, бір жерде жиналмайды деген. Аманатшылдық үлкен қасиет. Иман сөзі менен аманат сөзі араб тілінде әмана деген бір түбірден шығады. Яғни мүминнің бойындағы аманатшылдық қасиеті сол иманның жемісі десек болады. Басқа қырынан талдайтын болсақ, екеуі бір-біріменен тығыз байланысты. Иманы толық адам аманатшыл келеді. Ал аманатқа берік мүмин кісінің иманы толық деп айта аламыз. Аманатқа қиянат, иманға өзінің сеніміне қиянат деген сөз. Мұсылманның бойындағы әрбір ізгі қасиет иманнан тарайды. Жаратушы Алла Тағаланың әл-Муъмин деген көркем есімі, сипаты бар. Мағынасы өзіне иланған пенделерін панасына алушы, түрлі қасіреттен сақтаушы деген сөз. Аманат сөзі осы сөзбенен түбірлес. Сондықтан да аманатшыл адам Құдай Тағаланың осы сипатына сыйынып, қамқорлығына алғандығына пана болады. Қиын қыстау сәтте қасынан табылып, жанашырлық танытады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, барлықтарың бақытташысыңдар, және барлықтарың қол астындағыларға кісілерге жауап бересіңдер.
Басшы қол астындағыларға жауапты, ер кісі отбасына жауапты, әйелі күйеуінің үйіне жауапты, қызметші қожасының малына жауапты деген Бұхарида. Қисса, мүминдердің әмірі Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, халифалығы кезінде түн жамылып халықтың жай күйіменен танысып жүреді. Bir кезде сүтке су қосқан анасына сөйлеп жатқан қыздың дауысын естиді. Уа анашым, мұсылмандарды алдап берген сертті бұзып, мүминдердің әміріне өтірік сөйлеп жатсың ба? Халифа Омар бұлай жасауға тыйым салған жоқ бе? Деп анасы айтады. Мүминдердің әмірі мені көріп тұрған жоқ қой, дейді. Қыз айтады. Біздің мүминдердің әмірі көрмесе, әлемдердің Раббысы көріп тұрған жоқ ба? Деп жауап береді. Халифа Омар оған Алла разы болсын, әлгі сүт сатушының қызын осындай аманатқа беріктігі үшін өзіне келін қылып алған екен. Аманат Алла елшісінің асыл қасиеті. Аманатшылдық әзиз пайғамбарымыздың, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, бойында күндей жарқырап көрінген асыл қасиеті. Дүние есігін ашқаннан ғұмырының соңғы сәтіне дейін оның мүбәрәк аузынан жалған сөз шықпаған. Пайғамбарлық келмей тұрып, Құрайш халқы оны әмин деп таныды. Оның әрбір сөзі менен ісі шынайылыққа толы болды. Тіпті хақиқат растықтың жолы, қиянат хақиқат пен растықтың дұшпаны дейді. Міне сол үшін де аманат жоқ жерде салғырттық басым болады. Әсіресе іс өзінің иесін сүйеді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, аманатқа қиянат жасалса, қияметті күте беріңдер. Қиямет жақын қалғаны дейді. Сонда сахабалар, "Уа Алланың елшісі, оны қайдан білеміз?" деп сұрайды. Сол уақытта әзиз пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, іс өз иесіне тапсырылмаса, қияметті күте беріңдер деп айтқан екен Бұхарида. Қисса, бізде Иса пайғамбарға оған Алланың сәлемі болсын, бір кісі келіп, "Уа Рухулла, өліні тірілтетін дұғаны маған үйретсең" дейді. Иса пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын, "Барып, бұл ойыңды миыңнан шығар, немесе өзіңе зиян болады" деп айтады. Әлгі адам, "Әрине үйретесің" деп тұрып алады. Иса пайғамбар оған Алланың сәлем болсын, сараңдық қыла алмастан үйретеді. Әлгі адам дұғаны үйреніп алып, кетіп бара жатқан бір жерге қурап жатқан сүйектердің жатқанын көреді де, "Мына дұғаны осыған оқып көрейш, тірілер мекен" деп үйренген дұғасын оқиды. Сөйтсе, ол шіріген сүйектер арыстанның сүйегі екен. Арыстан тіріліп, әлгі адамды жеп қояды. Дегенмен адам баласына жүктелген аманаттар көп. Оның әрбірінің сұрауы менен жауапкершілігі бар. Біз мұнда аманаттың бірнеше түріменен мысал келтіреміз. Атап айтқанда, бірінші дін аманат. Қасиетті Құранда Алла Тағала "Инна арузнал аманата аля самавати вал арди вал джибали فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا". Расында біз аманатты 7 қат көкке, жерге және тауларға мойындарыңа алыңдар деп ұсындық. Алайда олар оны мойындарына алудан қашты. Оның ауыр жауапкершілігінен қорықты. Сөйтіп оны адам баласы өз мойнына алды. Шүбәсіз адам баласы тым залым, яғни әділдікке қас, қателікке күнәға жақын, хам жауапсыз келеді. Әрі өте надан, ақиқаттан бейхабар, ғапыл, парықсыз хам нәпсісіне ергіш келеді дейді. Ахзаб сүресінде 72 аятта.
аяттың тәпсіріне үңілетін болсақ, ғалымдар Құранның осы аятында аманат сөзінің бірнеше мағынасы бар екендігін айтады. Фахруддин Рази аяттағы аманат сөзінің мағынасы таклиф, яғни адамға жүктелінетін дін аманаты деп айтқан. Оның қоршаған табиғатқа еш қатысы жоқ. Себебі көктер мен жерге, һәм тауларға дін міндеттері жүктелмейді. Олар Құдайдың әу баста жаратқаны бойынша өз қызметтерін атқарып келеді. Тіпті періштелер де құлшылығы үшін сұралмайды. Өйткені олардың Құдайға пайғамбарлық берілгеннен кейін де мүшриктер өз дүниелерін оған сеніп тапсыратын. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мекке шаһарынан Мәдинаға хижрет жасайтын уақытта өзіне аманатқа берген дүние мүліктерін өз иелеріне қайтару үшін Хазіреті Әлиге тапсырып кетеді. Мүшриктер қауымы хақты мойындамаса да, әзиз пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, аманатшылдығын мойындап, оның осы асыл қасиетіне ешкім ортақ етпейтін. Кілт аманаты. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, заманда қажылықтың әр ресімін Құрайыштардың белгілі бір топтарының қол астында болатын. Bir топтан басқасының барлығы бұл хұзырдан айырылып қалады. Мекке алынғаннан кейін Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кілтті өзіне алып қалудың орнына Бәни Шайба әулетінен шыққан Осман ибн Талқаға ұсынады. Бұл әулет көптеген жылдар бойы Кағбаның қорғаушысы болып келген. Пайғамбарымыз кілтті ұсынған кезде: "Уа Бәни Талқа, бұны әділетсіз зұлым басшы келмесе, қиямет күнге дейін сендер оны иелік етіңдер" деп қасиетті Кағбаның кілтінің иесін тағайындап, аманаттап кетеді. Міне, қазіргі күнге дейін халифалар, сұлтандар мен патшалар сияқты жоғары лауазымды тұлғалар пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сөзіне бойұсынып Кағбаға кіру үшін осы меккелік қарапайым жанұядан рұқсат сұрайды. Қиянатшылдық неден туады? Аманатқа қиянат қылу ең үлкен қылмыс. Адамға берілген ақыл, ғылым һәм адамға берілген жүзи ықылақи өз аманат себебінде. Құран да аманат. Құдайдың алдында жаманатты болмайын десең, аманатқа қиянат жасамаған жөн. Біздің қоршаған ортаның барлығына аманат деп қараңыз. Көптеген мәселелер шешілер ме еді? Хакім Абай айтады: "Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сондан соң ғана Алла Тағаланы танымақтық, өз танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп, мәнфақ, дафық, музарратларны айтмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан молдаға берген болады. Я ол баланы өздері барғаннан болады. Ешбір бақыра болмайды. Ол қиянатшыл балаларды талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, қатта имам иқтикатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшыл жарым адам, жарым молда, жарым мұсылман. Олардың адамдардың кәмәлат таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла Тағала өзі құлшылық жасауы біздің ішіп жеуіміз сияқты нәрсе. Жаратушыны ертелі кеш зікір етіп, құлшылықтан бір сәтте босамайды. Дін аманаты
ұсынсаң қасиет жағы, ұсынбасаң кесірі тиеді дейді Фахруддин Рази Мафтих ғайып. Тәклиф дін аманаты. Барлық жасына жеткен адамды мүкәлләф дейді. Яғни дін аманаты жүктеген мұсылман. Ақиқатында әрбір дін діни жоралғыда міндетті болған істерде адамның дүниесі менен ақыреті үшін кемесі көрінуі пайдалылар жатады. Балаға кішкентайынан соларды үйретпек мұсылманның борышы. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, балаларыңа 3 түрлі қасиетті дартыңдар. Пайғамбарларын сүюді, оның отбасын сүюді, һәм Құран оқуды. Себебі Құран оқығандар қияметте Алланың рахымы саясында пайғамбарларменен, асфияларменен бірге болады дейді имам Дайлами. Сонымен қатар Расулулла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қоштасу хұтпасында сендерге 2 үлкен аманат қалдырып барамын. Оны мықтап ұстаңдар, жолдарыңнан мүлде адаспаңдар. Ол Алланың кітабы Құран және елшінің сүннеті деген хакім. Сондықтан дініміздің қайнар бұлағы Құран кәрім менен пайғамбарымыздың сүннеті бізге қалдырған ең үлкен аманаты. Екінші, отбасы аманаты. Дініміздің исламда отбасылық құндылықтарға ерекше мән беретіндігі. Адамзаттың ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, отбасылық өмірде жұбайларына мейіріммен қарайтын, адал жар, балаларына көркем тәрбие беретін өнегелі әке болуы арқылы біздерге үлкен үлгі өнеге көрсете білді. Өйткені кез келген қоғамда адами жақсы қасиеттердің кеңінен тарауы үшін әр отбасының береке менен бірлікте өмір сүруінің маңызы зор. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 187 аятында «Хунна либасул лакум, ва антум либасул лахунна». Олар әйелдер, сендер үшін киім іспетті. Сендер де ерлер, олар үшін дәл сондай киім секілсіңдер деп айтқан. Аталмыш аятта Алла Тағаланың ерлі-зайыпты адамдарды киімге теңеуі тегін емес. Себебі киім адамды ыстық пен суықтан қорғайды, денесіндегі кемшіліктерін жабады, бойына көріп береді. Сол сияқты ерлі-зайыпты адамдар да бір-біріне қамқор, жақсылығын асырып, кемшілігін жасырып, бір-біріне көріп болуы тиіс. Әр отбасының іргесі мықты болып, түтіні түзу шығу үшін отбасындағы ер мен әйелдің өзіне жүктелген міндеттерге, отбасылық әдептерге мән бергені дұрыс. Сонда ғана ол шаңырақта сыйластық пенен сүйіспеншілік орнайды. Сондықтан да ер менен әйел бір-біріне аманат. Оларға берілген перзенттер де аманат. Әрбір ата-ана олардың ішіп жеуіменен қатар тәрбиелерінен де сұралады. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, отбасы мүшелерінің аманаты жайында айтқан хадистері өте көп. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадисінде әйелдер сендерге берілген Алла Тағаланың аманаты деп айтқан. Ибн Жабир, ер азаматтың әйелін сырт көзден қорғап өтеп, өзіменен бірге жәннатқа жетелеуі жеткізілген. Келесі хадисте жұбайларыңды ренжітпеңдер, олар Алла Тағаланың сендерге берген аманаты деп айтқан Мүслимде. Отан аманаты. Әрбір адамның туған жері, өскен өлкесі бар. Отанымыз адам ормансыз бұлбұл деп айтқанды. Адам баласы отанымыз туған жерсіз, елеусіз қиын. Адамның дүниеге келіп,
топырағына аунап қунап өскен жерін отан деп айтатын болсақ, отанға, туған елге, оның топырағына деген сүйіспеншілік әрбір жан үшін аса киелі ұғым. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, өзінің туып өскен өлкесін қатты жақсы көретін еді. Алланың елшісі бір күні сахабаларменен Ухуд тауының қасына өтіп бара жатып, «Хаза ахадун ва хуа жабалун юхиббана ва нухиббаху». Мына тұрған Ухуд тауы, бұл тау бізді жақсы көреді, біз де оны жақсы көреміз деп айтқан. Осылайша Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, біздерге туған жерді, оның әрбір тауы менен тасын, өзені менен суын жақсы көріп, бағалауға үйреткен. Асыл дініміз исламда 5 нәрсені қызғыштай қоруды міндеттейді. Олар отаныңды, дініңді, ар-намысыңды, жаныңды және дүниеңді. Торғай екеш торғайда өз ұясын қорғайды демекші, әрбір мұсылман адам өз отанын жақсы көріп, оған адал қызмет етіп, қиянат жасаудан аулақ болуы керек. Ата бабамыз түрлі жағдайларменен еліне жарық еткен туған жердің топырағын, жусанын өздерімен бірге алып жүретін болған. Елін, жерін сағынғанда есіне алып, сол топырақтан иіскелейді екен. Туған жердің ауасы, топырағы жанға шипа, тәнге дәру. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жеріміздің топырағы, аузымыздың суы, Раббымыздың қолдауыменен ауруымызға шипа болады деп айтқан екен Имам Бұхари. Сондықтан да туған жеріміздің қадірін біліп, өз отанымызды жақсы көріп, оған қиянат жасамауымыз керек. Жастық шақ аманаты. Жастық шақ әрбір адамның өміріндегі ең бақытты кезеңі. Өйткені бұл балғын кезеңді асуларды алып, белестерді бағындыратын мүмкіндік деп білген жөн. Жастық шақ адам баласының ең тартымды, әрі ең белсенді кезеңі. Өмірдің шыңы, қайрат, жігерге толы, жалындаған шақ. Тепсе темір үзер күш қуаты тасып тұрған тәуекелге толы кезең. Құранда Алла тағала құлшылық жасау біздің ішіп жеуіміз сияқты нәрсе. Алла тағала осы жұма намазға келген барлықтарыңыздың ниет тілектеріңізді қабыл етсін. Бізге берген осы аманаттарымызды мүлтіксіз орындап, соларға қиянат жасамай, аманатқа қиянат жасамай, сөйтіп жүруімізді нәсіп етсін. Дініміз исламға қуат берсін. Осы бізге берілген дін, Алланың берген аманаты, және де жаңағы айтып өткен нәрселерге, осы аманаттарға берік болуымызға нәсіп етсін. Алла жұмадағы жасаған тілек дұғаларымызды қабыл етсін жамағат. Робби яссир ва ла туассир сахил алейна я Робби атамин бил хайр би рахматика рахман рахмин. Аллаху